Ашанлар хайыр декабрынан 24 эфирде заман Қырым ве дүнияда алған хаберлерінен таныш етмеге азырмас. Студияда сілерні мен Шавкет Наматулаев. Селемлайым. Ишгалчылерінің Эрмени базар махкемесі Мустафа Джемилевнің давасы черчевесінде 2 шаатны сорғудан кечірді. Бұл ишгалчылерінің сыңыржыларыдыр. Олар 2014 сенесі майыс учкуны Қырым татар халқының лидеріні қаршыламақ үшін топлашқан инсанларда Мустафа Джемилевнен берабер Қырымға қайтмаға имканы олғанны қайдеткен. Ама бойлы интылуф олмаған. Шаатлардан бірі Альберт Гарбунов. Қайдеткенне көре мемори сыңырда олған вақияларыны 30-50 метр месафеде бұлынып незарет еткен. Мустафа Джемилевні де көрген. Обыр қач саат девамында топлашқан инсанларнен лаф етіп Херсон велеті тарафына қайтқанны білдірді. Екінші шаат Роман Ивин олған вақияларыны видеоға шығарған. Ода Джемилев Қырымға кечме-кечон қанунсыз интылулар япмағанны қайдеткен. Топлашқан Қырым татарлар да өзлеріні тынч алып барғанны айтқан. Также он сказал, отвечая на вопрос защиты, была ли объективная возможность у этих людей вместе с Мустафой Джемилевым прорвать заслон силовым методом и пройти в сторону армянского. Он сказал, что да, такая возможность была, но никаких действий подобных не осуществлялось. И агрессия ни в отношении него, ни в отношении других сотрудников со стороны людей, которые там находились, не осуществлялась. Мустафа Джемилев находился все это время примерно в одном месте, он общался с людьми. Никаких попыток пройти за территорию КПП в сторону города Армянск он не предпринимал. Апрелінің 13-інде ишгалчылер Мустафа Джемилевні Русия сыңырына қанунсыз кечкенінде Веселяны мұқайтлықнен сақламағанында қабатлады. Сөз 2014 сенесі майысының үшінде олған вақиялар аққындадыр. Джемилев Херсон велетінден Қырымға қайтажағы вақыт олған вақиялар аққында кете. О вақыт Қырым татар халқының лидеріні қаршыламақ үшін бинглерже инсан шыққан еді. Бұне берабер ишгалчылер оғлу хайсерге қаршы бақылған жинай даваны Мустафа Джемилевке қаршы қолданмаға істей. Русия тәжавузына қаршылы Қырым ишгалден азат етілмесі үшін халқара мейданы тешкіл етілмесі ве коронавирусқа қаршы көрештір. Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба кележек сене назирлік огынде тұрған приоритетлі меселелерін айдынлатты. Кулеба Украинаның ишгал етілген Қырым қайтарылмасы стратегиясына олған Русияның реакциясынан мемнун олғанны білдірді. Реакцією Російської Федерації на Кримську платформу я задоволений. Це реакція дуже нервова. Вони намагаються усіляко дискредитувати цю ідею. Вони нервують, докладатимуть всіх зусиль для того, щоб дискредитувати цю ініціативу. Ми з вами маємо розуміти, що наступного року Кримська платформа опиниться, буде одним з епіцентрів гібридної війни Росії проти України. Қырымдaki ишгалчылер акимиеті Путиннің азақ деңізі астында ичілмеге келешкен су бар деген сөзлеріне инанмай. Бұны Сергей Аксенов Русия президентінің авалесі бежірілмесі аққында айтқаны вақыт білдірді. Мутихаслар азақ деңізінің астына араштыры башлағанлар ишлерін алып барған шirketінің адыны айтмайлар санкцияларға оғыратылмасын деп. Ама Аксенов ең чоқ тапыла білген суының кейфиеті яқшы олғанындан шубелене. Сув тапылса біле оны еп бір темізлемек керек олacak деді. Просто надо определиться, какого он качества, чтобы его отдельно не пришлось опреснять в данном случае, потому что возможно, что будет достаточно большое количество примесей, твердых частиц и так далее, но чтобы не пришлось отдельно строить опреснительную установку еще и для этой воды. Пандемия башлағанынан берлі Украинада 1 миллиондан зияде коронавирус хастасы белгіленген. Кечкен күн девамында COVID-19 хасталығы 11,5 bin инсанда қайдетілген. Сағлық назиры Максим Степанов украиналыларға вакцина берілмесі приоритетлі деді. Кавакс тешебусы черчевесінде вакцинаның 8 миллион дозасы алынмасы үшін Украина кереклі олған аңлашмаларына имзалаған. Бұне берабер Америка ве Британияда yapılған вакциналар алынмасы үшін аңлашмалар девам ете. İlk аңлашмалар bu senenin sonuna kadar imzalana bile dedi Sağlık Naziri Максим Степанов. Bugün ese Nazir aşılanmak milli planını imzalandı. Kampanya 2 yıl devam edecek. İlk aşılama ekim, harbi, politsiya xadimleri, kurtarıcı, oca, kartlar ve sürekli hastalıkları olğanlarga yapılacak. Şimdilik Ukrayna boyunca vaksinasiya keçirilmesi için 11 bin kabinet hazırlanған. Buna beraber mobil brigadalarda vaqtincha aşılama merkezleri açılacak.
планується створення тимчасових центрів вакцинації за прикладом деяких країн Європейського Союзу, такі як Італія та Німеччина. Такі центри мають бути оснащені необхідним обладнанням для повного циклу здійснення вакцинації від холодильного обладнання, закінчуючи необхідною кількістю інструментарію для ведення вакцин та коробок безпечної утилізації. Вони будуть працювати за нашим планом, тобто максимальну можливість, яку ми заклали, це протягом 10 годин щоденно. Ишгал етілген Қырымда 436 COVID-19 хастасы белгіленген. 11 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұл ишгалжілердің ресми статистикадыр. Ишгалжілер елбашысы Сергей Аксенов коронавирус ишгалжілерге тесір еткен таныды. Қырым хазинесі планлаштырылған 3 миллиард рублені топлап етіштірмеген. Ерлі хастаханелер толы олғаны үшін ишгалжілер Арби госпиталлерін ача. Қараданес флотының аскерлері Ялтада ковид госпиталіні иншаат еті башлады. Қырым татарларыны бірлештірген гала-концерт Атыр телеканалы декабрьнан 31-де онлайн концерт тақдим етежек. Чықшылар әм Қырым, әмде Киевден олajak. Санатчыларына Қырымдаки студиядан тақдим етіп, оларға эстафета берілежек. Концерт девамында Түркия, Америка бірлешкен девлетлері ведегер мемлекетлерде яшаған Қырым татарларынан хайырлав мұражатлар олajak. Миллионлар же Қырым татарлар Атыр телеканалыны бақып, 2021 сенесіні қаршылай біле. Тапсилатлыжа Лев Хамазда сейретініз. Работаем? Ну да. Ран, поехали потихоньку. Чекім мейданында иш қайнай. Санатчылар санада өз чықшылары өзерінде чалыша. Репетиция ве әрбір дубльны режиссер незарет ете. Эпсі сейіржілерінің ұнытылмас дұйғылары үшін. Киев санасында Алия Хаджабадинова, Феми Мустафаев, Эльзара Баталова, Шевкет Зморкове да бір чоқ артистлер. Бір номер üzerinde саатларнен чалышмалар ve birkaç дубльлер. Свои коррективы. Мы вынуждены давать новогодний концерт без зрителей в зале. Это будет онлайн-версия. Остальные подробности у нас в секрете. Но обещаю, что программа будет точно насыщенной, интересной и незабываемой. Мы также надеемся, что эту новогоднюю ночь вы встретите вместе с телеканалом АТР. Қырымдан концертке Оксана Аметова, Арсен Османов, Сейтавла Меметов, Риана Таркова, МГЛ, Гунеш ансамблі веда бір чоқ артистлер қошылajak. Sonra Kelede sizle beraberlikte Ridvan Ağa'nın birkaç saat devamında olacakmız ve elbette ki bu bizler için büyükten büyük kıvançtır. Ben uyan çimçek duran ve inanmayın bu sanki dersin bir tuş ama bu gerçek sayılırsa. Biz sizlerle beraberlikte. Шоу алып барыжылары Ридван Халилов ve Севиля Картакаева Қырымдаки студияда. Анда артистлерінен лаф етіп, чықышларына тақдим етіп, Киевдегі артистлерге де эстафета берелер. Мисал оларақ Пушкин Клезмер Бенд тақымынан лидері Митя Герасимовқа эстафета бергенлері кібі. Ой есе Қырым татар жылаф етежек. Алып барыжылардан есе селямлар ve Қырым татар милли баш киімін алajak. Biz ona bir bahşiş takdim ettik. Şimdi bu Kırım Tatar kalpağı. Mitya Bey'e bizden bahşiş Mitya Bey bu siz için. Çok sağ olunuz. Yeni yıl hayırlı olsun. Артист қайдеткенне көре сана ве серджілеріні сағынған. Карантинден себеп артистлер бірчоқ чықшыларыны башқа вақытқа қалдырған яда асла ләғу етмеге мечбур олған. Оның үшін бөлек бір шоу артистлер үшін байрам дей.
впечатления очень острые, уже практически забылись это ощущение кларнета в руках, мундштука во рту. С какой стороны в него играть уже даже забыли. Поэтому ощущения очень свежие. Наконец мы можем сыграть с Алие. Мы жутко соскучились и по этой музыке, и по этим музыкантам. И за вами уже очень соскучились, дорогие зрители. АТР тақымыда çok сюрпризлер hazırladı. Весевімлі артистлер компаниясында ұнытылмайжақ шоу олажағын ишандыра. Бұл эпосы Қырым татарларыны бірлештірмек үшін. Онлайн концертінің толу версиясыны декабрінің 31-де АТР телеканалында сейретіңіз. Яңа ел хайырлы болсын. Миллетіміздің келешегі parlaq olsun. Владислав Стужук, Ислам Пинка, Заман, АТР. Бұйылық соңки Заман яйынындыр декабрынан 31-де ел девамада олып кечкен вақияларнен бағлы нетиже яйынымызны сейретіңіз. Хепіңізге қайырлы ақшамлар тілейім. АТР-ден есе айырылманы скорышкенже.